Өзім үнемі жасап жүрген нанның рецептімен бөлісейін дедім, қыздар. 4 кесе су, жарты кеседен азырақ пісте май салып, 1,5 қасық тұз, жарты қасық дрожь салып, осылай қамыр илейміз. Оның бәрін електен өткізіп, илеуін қандырып, ыдыстың жан-жағын бәрін тазалап, қамыр илейміз. 2 сағаттай тұрады, ол қамыр 2 сағат тұрғаннан кейін жарты пиала суға 1 қасық пищевой сода салып, тағы да бір бастырып, орап қоп қоямыз жарты сағаттай. Содан кейін барып тұрып зуала істейміз. Менде 10-нан шықты. Зуала істеп біраз жарты сағат тұрады. Осылай нандарды жасап қоямыз. Жасалып тұрғаннан кейін де тағы біраз тұрады. Осылай тұрғаннан кейін шетінен барлығын пісіріп ала береміз. Бетіне әшейін су жақтым, мен қолмен кішкене бастырып 320 градуста пісіріп аламыз. Бетіне кішкене май жақтым. Баршаңызға ас болсын.